Достар, бүгін мен сіздермен бірге болатын Забирбай Айяруш және мен ойнайтын Тока Бока және оның серияның аты екінші часть балалар үйі. Балалар үйі жоспар құрған жерден жалғастырады. Қанекей, мен сендерге жоспарды айтайын. Бұл жоспар яғни бұлай болады. Біз ойнап жатқан кезде Ақерке апай мен әже апай бар ғой. Сол апай екеуі деген ұйықтап қалады ғой. Біздің комнатаға келіп, олар білесіңдер ғой, шаршайды. Сөйтіп ұйықтап қалады. Сол кезде біз анандай балконға барып, біз уже балконнан бір жіп дайындап, сол жіпті бір-бірімізде арқан істеп, сонан бір-бірімізді жерге түсіріп, зат істейміз. Түсемізді қашып кетеміз. Содан кейін барлығымыз өзіміз жұмыс табамыз. Ең бірінші біз киімдерімізді дайындап қою керек. Бүгін қашпаймыз, естен қашамыз. Миларында болсын, түсіңдер ма, жігіттер, әсіресе сендер. Жарайды. Не істеп тұрсыңдар енді? Барын киімдерін дайындап қойың. Сосын жұмыс тапқанда манағы жерге бірге ораламыз да айтамыз, қандай жұмыс тапқанымызды. Жарайды, біз кеттік, жүр. Бүгін айтпақшы, Әли апай беретін ғой. Ес. Кеттік. Бүгін қашсақ жақсы болар еді бұл жерге. Бүгін қашсақ жақсы болар еді. Сол бір сөзді қайталай бермеші. Жақсы, енді мен ана қыздарға айтып келейін, бүгін қашайық деп. Бүгін қашайықшы. Мұзғатына қазір онда біз тамақшы болу керек. Біз киімдерімізді сосын дайындайық. Жақсы. Онда қазір Ақерке апай береді, соған дайындаламыз. Ана бұлан шықырш. Так, балалар, бүгін Ақерке апайларың келеді. Ешқандай еркелеп, сөйтпендер, түсіндір ма? Жақсы, апай. Ал балалар, қалайсыңдар? Бүгін біз ең бірінші сабақты өтейік. Апай, бүгін біз сабақ өтпесек болады ма? Мүмкін өтпей-ақ қояйық. Оның орнына тамақ ішіп ойнайық. Жарайды. Онда алдымен тамақ ішеміз. Қыздар, ұлдар, біз барлығымыз бірге жұмыс жасап, осы столдың үстін жайып тастайық. Күшті тамақтар ішеміз. Айтпақшы, бүгін апайларың бар ғой, олар басқа қалаға кетіп баратыр екен. Олар бүгін бізбен бірге шай ішпейді. Ура, жақсы болды ғой. Соны айтам. Құтылдық. Апай неге? Тұрсыш. Солға? Вообще нервға. Айттым бір басқа қалаға жұмыста шығып баратыр. Сол енді. Жарайды. Апай, айтпақшы, мен сізге айтсам, бүгін бізді ата-аналар келіп алып кетеді. Мен уже шаршадым. Бұлай жүре берген ұнамайды. Мен уже бұрынғы анам мен әкемді сағындым. Білмеймін. Балдар, мен сендерге бір нәрсені айтайын. Айта беріңіз. Негізі барлықтарының ата-аналарың бар. Мен олар сендер қалай осы детдомға тап болғандарын білемін. Және біз сендерді кішкентай кезден бері асырап келе жатырмыз. Солайша біз қалай сендерге ата-аналарын тастап кеткенін, осы детдомға келгенін білемін. Және бұл аттарды барлықтарыңа мен қойған едім. Әдемі есім болды. Сенің апайларың, сіздердің апайларың саған Айтқүл деген ат қойын деп жатыр. Саған Ерманат деген бір түрлі аттарды қойын деп жатты. Сөйтіп мен сендерді қорғап күшті ат қойын дегенмін. Апай, сізге рахмет. Өте күшті апайсыз. Жақсы, балалар, енді қазір тамағымызды істеп осы дастархан жаяйық. Жарайды, апай. Күшті тамақ беріңіз ғой, апай. Енді мен жаман апай емеспін, сол үшін күшті тамақ бердім. Тамақтарымды ішіп алыңыз. Солай. Апай
айтпашы, манағы біздің анамыз қалай тастап кетті, соның барлығын айтып бере аласыз ба? Жоқ, апай, мен әр нәрсеге жылай беремін. Қазір оған қарап аянышты болып қалады сіздің сөздеріңіз. Содан кейін мен жылап қоямын. Айтайын бе? Жақсы, айтыңыз, бізді көрегенді. Яғни біз алдымен осындай детдом аштық. Содан кейін детдом жұмысын ашқанда